Қырғызстан жарты жылдан бері Еуразиялық экономикалық одаққа мүше. Жергілікті мамандар осы аралықтағы жетістіктерді саралауда. Тілші материалы. Ақжол қазақ-қырғыз шекарасындағы ең ірі өткел. Екі ел арасында қатынайтын адамдардың көбі тап осы бекет арқылы өтеді. Еуразиялық экономикалық одаққа қосылғанға дейін бұл жерде ұзын сонар кезек қалыптасып, көліктер қаптап тұратын. Шекарашылар мен кеден қызметі тыңбай еңбек етсе де, жолаушылардың осындай легін өткізу үлкен қиындық тудыратын. Соңғы жарты жылда мұндағы жағдай мүлдем өзгерді. Бұрын тіпті қиын болатын, жұрт қаптап тұратын, ал қазір қиналмай әрі-бері өтесің. Кезекті қысқарту үшін бекет жолаушылар мен жүк тасымалын өткізуді бөліп тастады. Енді жүк көліктері Ақтілек бекетінен өтетін болды. Кедендік рәсімдеу алынып тасталғандықтан көліктер мұнда көп кідірмейді. Құжаттарын көрсетіп, арнайы бақылаудан өтеді. Есірткі тауға үйретілген ит көліктерді тексергеннен кейін жолдары ашық. Шекараны өту тәртібі жеңілдетілгеннен кейін жолаушылар саны күніне бірнеше мың адамға дейін артқан. Увеличением пассажиропотока и жолаушылар мен автокөліктер саны артқандықтан қызметкерлеріміз бен техникалық құрал жабдықтарымызды да көбейттік. Бұрын бізге қатысты болмаған тағы да 2 қызмет атқаратын болдық. Бұл радиациялық бақылау мен салық органдарын хабарландыру. Ал бұл Манас халықаралық әуежайының карго терминалы. Елдің басты әуе қақпасы арқылы күніне 100 тонна жүк өткізіледі. Қырғызстан Еуразиялық экономикалық одаққа кіргелі, мұнда да кеденшілердің жұмысы едәуір жеңілдеді. Упростился таможенный контроль, вообще отменен. Егер тауарлар одаққа мүше елдерден келсе, ол кеден бақылауынан өтпейді. Инспекторларымыз тек саны мен мөлшерін тексереді. Жүк құжаттарымен сәйкес келсе 20 минут уақыты кетеді. Осыдан кейін иесі тауарын алып терминалдан алып шығады. Жақын арада Қырғызстан тағы да бір жеңілдікке ие болады. Елдегі куәлік беру зертханалары қажетінің бәрімен жабдықталғаннан соң ветеринарлық бақылауды алынып тасталмақ. Ернат Қашқынов, Бекболат Тұрмахан, Бақыт Чермашев, Бішкек, Қырғызстан.